Атам есіктің алдына картошка егеді. Сол картошканы көріп, балалық шағым есіме түсіп кетті. Бала кезімізде осындай кішкентай картошканы суға асып, тұзға батырып жеуші едік қой. Бүгін де солай жасап, қасына Рокс фирмасының осындай дайын консервадағы майда селедкасынан салат жасадым. Селедкасы жұмсақ, майлылығы, тұздылығы барлығы бізге ұнады. Өте дәмді, өздеріңіз алып жеп көрсеңіздер түсінесіздер енді дәмін. Дүкенге барғанда қандай түрін аларыңызды білмей тұрмас үшін скрин жасап алсаңыздар болады. Пиязды жіңішке етіп турадым. Пияздың орнына қызыл пиязды пайдалансаңыздар да болады. Қасына консервадағы горохты қостым. Бұл ең оңай салат. Картошкамен дәмі енді керемет үйлеседі. Қосымша ысталған скумбрияны турап қойдым. Өмірді қиындатпайтын жеңіл осындай оңай тойымды ас дайын болды. Күн салқындаса болды. Селедка мен скумбрия жегіміз келіп кетеді ғой. Егер сізде дәл осылай жегіңіз келіп кетсе, видеоны сақтап алып жасап көріңіздер. Ас болсын. Осындай өмірді қиындатпайтын оңай рецепттерге идея қажет болатын болса, парақшамды жоғалтып алмас үшін міндетті түрде тіркеліп алыңыз.